Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қазақ тілі пәнінен сын есім тақырыбын жалғастыратын боламыз. Біз бүгін 66-70 жаттығулар аралығын қарастырамыз. Бұл бізде 118 сабақ қазақ тілі пәні 2 сынып. Кәне бірге видеоны соңына дейін тамашалайық. Бізде 66 жаттығу мәтінді көшіріп жаз дейді. Алдымен мәтінді жақсылап оқып аламыз, сосын дәптерімізге жақсылап көшіріп жазамыз. Мәтін не туралы екенін оқиық. Ертіс үлкен өзен, оның бойына сәулетті қалалар салынған. Ертіс жағасының құнарлы топырағы мол өнім береді. Бұл Ертіс өзені туралы жазылған екен. Енді қараңдар, мәтіндегі сын есімдерді тап, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Яғни бұл жерде сын есімдер міне қандай деген сұраққа жауап беретін сөздер, яғни заттың сынын білдіріп тұрған сөздер. Мысалы, үлкен өзен, қандай өзен, үлкен өзен. Сәулетті қалалар, қандай қалалар, сәулетті. Құнарлы топырағы, қандай топырақ, құнарлы. Мол өнім, қандай өнім, мол өнім. Енді бұлар қай сөздермен байланысып тұр екен? Міне, үлкен өзен. Мына үлкен деген сөз өзен деген сөзбен байланысып тұр. Көбінесе балалар сын есім ол зат есіммен байланысады, негізінде зат есіммен байланысады. Мысалы, әдемі қыз, көк гүл, сары күн, тамаша әуен, мысалы. Осының барлығы сын есім негізі зат есіммен байланысады. Бұл жерде де солай зат есіммен байланысып тұр, барлық сын есім. Тек қана сол зат есім табуымыз керек. Мысалы, үлкен деген сөз өзен деген сөзбен байланысып тұр. Сәулетті деген сөз қалалар деген сөзбен байланысып тұр, яғни тура сол қалаларға байланысты айтылып тұр бұл жерде сәулетті деген сөз. Құнарлы деген сөз топыраққа байланысты айтылып тұр. Топырағы, мол өнім, мол деген сөз өнімге байланысты айтылып тұр, Міне бұл жаттығу балалар осылай орындалады. Дәптертеріңе көшіріп жазғаннан кейін дәл мен сияқты қарындашпен үстінен немесе болмаса астынан осылай сызып байланыстырып қойсаңдар болады сын есімді. Жақсы, келесі 67 жаттығу дейді. Балалар, бұл жерде сызба бойынша бір зат есімге қатысты бірнеше сын есім тауып айт. Яғни бір зат есім соған 3-тен немесе 4-тен сын есім табуымыз керек. Қараңдар, тақтай, дала, көл. Бұл жерде үлгіге бізге тақтай деген сөзді беріп қойыпты. Тақтай жалпақ, қалың, тегіс дейді. Дұрыс, жалпақ тақтай болады, қалың тақтай болады, тегіс тақтай болады, Енді бізге қалыпты дала және көл деген сөздер. Оларды қалай істейміз? Міне қараңдар, дала қандай болады балалар? Есімізге түсіреміз. Кең дала болады, кең дала. Жазық дала болады, кейде айтамыз. Мысалы, бір кейбір әңгімелерді оқып отырсаңдар, әдебиеттік оқудан кең дала, жазық дала деген сөздер, мысалы, сендерге таныс сөздер, Тегіс дала деген болады екен. Тегіс дала, мысалы, кейде бір жолда кетіп бара жатсаңдар, тегіс, мысалы, бір егін алқабы егетін далалар болады, Міне тегіс дала деп айтады сондай далаларды. Жақсы, дала деген сөзге біз 3 сын есім таптық. Енді ары қарай көл деген сөзге қанша сын есім табуға болады екен? Көл деген сөзге балалар, міне көл дегенді бірінші көлді көз алдымызға елестетеміз. Көл деген не нәрсе? Ол өзен емес. Өзен деген ағып жатады, Көл деген ол үлкен теңізден кейінгі кіші су, жинақталған су. Енді қараңдар, көл деген қандай болады? Үлкен көл болады, үлкен деп жазуға болады. Тұнық көл болады, тұнық көл деп айтады, кейбір көлдерді тұнық көл деп айтады. Терең көл болады, кейбір көлдер терең болады, өте терең көл деп айтады. Тұщы көл деп айтады. Тұщы көл, ащы көл деп айтады, балалар. Көлдің жаңағы тұздылығына байланысты айтылатын көлдерді айтады екен. Жақсы, бұл түсінікті деп ойлаймын. Бір зат есім, оған 3 сын есім таптық. Келесі бізде 68 жаттығу. Енді бұл жерде ұшақты сипаттап мәтін құрастыр. Яғни біз мына ұшаққа байланысты сипаттау мәтінін құрастыруымыз керек. Ұшақ деген не нәрсе? Ол ең біріншіден, ол көлік түрі. Көліктің қай түрі? Су көлігі ма, жер көлігі ма, ауа көлігі ма? Әуе көлігі, бұл ауада ұшатын, әуеде ұшатын көлік. Енді қараңдар, бізге айтып тұр. Жылдамдығына байланысты сөздер жазуымыз керек, қанаты қандай жазуымыз керек, түрі, пайдасы туралы жазуымыз керек, Ұшақтың түрі қандай болады, неге ұқсайды, ол сол туралы жазуымыз керек. Қараңдар, міне мәтін құрастырдым. Сипаттау мәтінін.
ұшақ әуе көлігі, дұрыс иә, ұшақ қандай көлік? Біз айттық, әуе көлігі. Ол құсқа ұқсайды. Неге ұқсайды дегенде? Құсқа ұқсайды, дұрыс иә, екі қанаты бар, тұмсығы бар деген сияқты. Ұшақтың қанаттары ұзын, әрі жалпақ. Міне сипаттап жатырмыз қанатын. Ұзын әрі жалпақ. Қандай? Ұзын әрі жалпақ. Ұшақ өте жылдам ұшады. Ұшақ қандай? Өте жылдам. Өте жылдам, көрдіңдер ме? Өте жылдам ұшады екен. Ұшақпен өте алыс жерлерге ұшқан ыңғайлы. Сондықтан ұшақтар алыс жерлерге тез жету үшін таптырмас көлік. Дұрыс айтасыңдар иә балалар? Бұл жерде қараңдар, мысалы шетелге ұшу үшін, біз шетелге жету үшін біз ұшақпен ұшамыз иә? Негізгі көлік бізде ұшақ. Пойызбен баруға болады, бірақ ол өте ұзақ кетеді. Автомобильмен одан да ұзақ кетеді, ал ұшақ бізді тез арада жеткізеді екен шетелге. Сондықтан бұл жаңағы алыс жерлерге бару үшін өте таптырмас ең керекті көлік екен. Ұшақ қолдану мақсатына қарай азаматтық және әскери ұшақтар болып бөлінеді. Енді міне көрдіңдер ме, азаматтық ұшақтар дегеніміз жаңағы адам таситын ұшақтар, жүк таситын ұшақтар, курьерлық мақсатта жаңағы біреудің алған заттарын біреуге келесі адамға жеткізіп беретін курьерлік мақсатта қолданылатын ұшақтар болады екен. Почташы ұшақтар болады екен. Мысалы біздің елден сонау Түркия еліне, немесе Ресей еліне, немесе басқа елдерге хаттарды таситын ұшақтар болады екен. Почташы ұшақтар болады екен. Бұл азаматтық ұшақтар балалар. Мен сендерге жалпы қосымша мәлімет ретінде айтып отырмын. Ал мына әскери ұшақтардың ішінде де, бұның ішінде де өзінше ұшақтар бар. Атқыш ұшақтар бар, бомбалаушы ұшақтар бар, жаңағы осындай ұшақтарға бензин таситын ұшақтар бар. Көрдіңдер ме? Бұл әскери ұшақтардың өзінің түрлері көп екен. Оны қосымша сендерге қызық болса, интернет желісінен көрсеңдер болады. Оқып алсаңдар болады. Жалпы ұшақ туралы сипаттау мәтінін құрастырдық деп ойлаймын. Жақсы, келесі бізде 69 жаттығу. Көп нүктенің орнына мағынасы сәйкес сын есімдерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Қараңдар, бұл жерде мақалдар берілген. Сол мақалдардың орнына жаңағы тиісті сөздерін қойып, көшіріп жазамыз. Үлкен бастар, кіші қостар, үлкен адам бастап береді, мысалы, арғартай кіші адам көмектесіп соны жасайды. Мысалы, мен сендерге бастап беремін, бір істі міне үйретіп жатырмын, арғартай сендер үйреніп қостайсыңдар осыны, жақсы. Мақта жеңіл, тас ауыр. Дұрыс қой, мақта деген өте жеңіл нәрсе, тас деген өте ауыр нәрсе. Пияздың дәмі ащы, қанттың дәмі тәтті. Өте оңай, көшіріп жазып алыңдар. Келесі, бүгінгі видеода соңғы жаттығу балалар, мақалдарды жатқа жаз дейді, мағынасын түсіндір дейді. Енді бұны ең басты бұл жерде міндет сендерде, яғни мақалды бірінші жаттайсыңдар, тыныс белгілерін барлық жерін естеріңе сақтап аласыңдар, одан кейін оны жатқа жазасыңдар дәптерлеріңе. Ешқандай қарамайсыңдар, көшірмейсіңдер, жатқа жазасыңдар. Енді менен сендерге бұның мағынасын түсіндіруім керек. Қараңдар, мәуелі ағашқа тас атпа дейді. Көрдіңдер ме? Мәуелі ағашқа тас атпа деген жаңағы бұның мағынасы қандай? Мәуелі ағаш деген ол көбінесе балалар сондай мынандай жемісті ағаш, ұзақ жылдар бойы мысалы адамдарды жемісімен немесе бір көлеңкесімен қуантып тұрған сондай ағашты мәуелі ағаш деп айтады екен, сондай ағашқа тас атуға болмайды, сындыруға болмайды деген сөз. Себебі оның жемісі талай жылдар бойы талай адамды жаңағы жеміспен қамтамасыз еткен, немесе талай жолаушыға көлеңке болып жолдың шетінде тұрған ағаш деп айтады, мысалы мәуелі ағаш деп айтады. Осындай ағаштарға, ондай ағаштар өте киелі болып саналады екен балалар. Сондықтан ондай ағаштарға жаңағы тас атып, оны кесіп нетуге болмайды екен, Жақсы. Арғарай, берекелі елден мереке кетпес дейді. Берекелі елден. Яғни, қараңдар балалар, мысалы, бұл қандай нәрсе? Егер еліміз, жұртымыз берекелі деген сөз, балалар, бұл барлығы жеткілікті болса. Мысалы, бізде ақшамыз да жеткілікті, тамағымыз да жеткілікті, адамдар сондай еңбек қор болса, адам еңбек етіп табады ғой, ақшанда, тамақты да. Сол үшін барлығы еңбектен басталады, Адамдар еңбекшіл, сондай еңбек қор, керемет, сондай бір-біріне бауырмал еңбек қор болса, бұл елде тамақ та көп болады, ақша да көп болады, Ал тамақ көп болғаннан, ақша көп болғаннан адамдар не істейді?
мереке ұйымдастырады, иә, мереке көп болады, иә, көрдіңдер ме? Берекелі елден мереке кетпес деген осы. Яғни біздер неғұрлым мысалы еңбекқор болсақ, көп жұмыс жасасақ, бізде қалтамызда ақша көп болады. Неғұрлым көп жұмыс жасасақ, біз сол ақшаға жақсы тамақтар аламыз. Ол тамақтарды не істейміз енді? Мерекелерде, мысалы той-томалақтарда сондай керемет естен кетпес тағамдар жеп, естен кетпес сәттер өзімізге сыйлап, яғни біз керемет өзімізге мерекелік көңіл-күй сыйлауға тырысамыз, иә. Міне, берекелі болу деген адамның осы еңбекқор болуы, барлық нәрсені ұқсата білуі екен. Міне, бұл мақалдардың мағынасы осылай айтылады екен. Сендерге жалпы мағынасын түсіндіре алдым деп ойлаймын. Түсінбесеңдер комментарийға маған сұрақ қойып жазсаңдар болады. Жақсы балалар, осымен видео аяқталды. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарың үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңді білдіре отырыңдар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.